Дастархан көркін ғана емес, аппетитіңізде ашатын өте дәмді салат жасаймыз. Бұл салатты егер етті тағаммен ұсынсаңыз, ет қоспай-ақ осы баклажанын көбірек қоссаңыз да күшті болады. Баклажанымызды видеода көрсеткендей ірілеп турап аламыз. Ащы дәмін кетіру үшін 20 минутқа тұзды суға салып қоямыз. Кейін май шашамау үшін суын осылай сүлгімен құрғатып аламыз. Баклажанымызды қызып тұрған майда қызарғанша пісіріп аламыз. Салатымызға қажет заттардың барлығын ұзыншалап турап қоямыз. Оған асылған ет, болгар бұрышы, мен осылай қызыл және жасыл түрін қолдандым. Помидор, қияр, баклажанды, біраз қасықтан соя соусын, лимон сығындысын, свит чили соусын, жарты шай қасықпен қыша дәнін, 2-3 сарымсақ тістесін және де корей сәбіз салатын қосамыз. Сарымсақтың дәмі сезіліп тұруы үшін майды мен қыздырмай қосамын және де кинзамызды тұзды салып араластырамыз. Сәбіз салатында және соя соусында тұз болғандықтан тұздың дәмін есептеп салуды ұмытпаңыз. Бұл салаттың дәмі енді күшті шығады, бізге қатты ұнады. Сәбіз салатының өте дәмді рецепті де парақшамда бар, пайдалы парақшама тіркеліп қойыңыз.